Өзіне қорған болған Абу Толиб көкесіне келетін болсақ, Абу Толиб шындап келген кезде, құрметті жамағат, ол сол қоғамындағы негізі пайғамбарымызды қорғағандығы, осынша жылдар осындай әрекетте болғандығына қарасаңыз, қоғамындағы батыр адам болған. Беделі мықты, жаңағы Хашимиттер мен Мутталибтердің барлығы артына жинала қалуы, бір айтқаннан. Өз қауымының ішінде беделі бар. Сондай-ақ жаңағы Кинана мен Құрайыштықтардың да негізі көп дәті бармайтын оған. Бәрі жабылып кеп бітіп сөйлегенде болмаса, жалпы Абу Толибке қолдары да тиіп көрген емес еді. Абдул-Мутталибтің осындай бір баласы Абу Толиб өз балаларынан артық сүйді пайғамбарымыз саллаллаху. Әрдайым жатқан кезде де қасына алып, тексеріп, қарап, өзінің балаларына ондай дәрежеде қаралмады. Жүрегі осы дүниеде пайғамбар үшін жаралғандай. Тек қана пайғамбар үшін жаралғандай осы дүниедегі қызметі. Сөйтіп сол қорған болып келген көкесі ауырып төсек тартып қалады. Пайғамбарлықтың 10-шы жылындағы оқиға. Пайғамбарымыздың да көзі жетеді, дүниеден озғалы жатқан кез екендігіне, дәм-тұзы таусылып жатыр. Содан пайғамбарымыз саллаллаху қасына келіп, көкетай, жауап беруіңізге бүкіл туысқандарының ішінде ең лайықты адам өзіңіз едіңіз ғой. Ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді айтыңызшы дейді. Өлім сәтінде жатыр. Осы сөз жетеді маған. Осы сөзіңіз аузыңыздан шықса, қиямет күні Алланың алдында осы сөзбен алып шығам дейді сізді. Бірақ сөз тек. Осы кезде Абу Жахл, Абдулла ибн Аби Умайя ибн Муғира деген кісілер, шайтан түртіп тұрады ғой өз негізі. Алам тара инна арсална шаятина алал кафирин. Сен көрмедің бе, ей пайғамбар, біз шайтандарды кәпірлерге қарай жіберіп тұрамыз дейді. Тәуззухум азза. Әрдайым оларды қоздырып, сондай жаман іске қарай қозғап, сонда фитнаға қарай итеріп тұрады дейді оларды Мариям сүресінде. Сонда фасбир алейхим дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сабыр ет оларға. Иннама науддукум адда. Біз тек қана олардың күллісінің жаңағы тізімін, санаққа сандарын түсіріп алмақшымыз дейді. Міне сондықтан осы екеуі жүгіріп келіп, Абу Толибтің өлім сәтінде жатқан кезіне келіп бүйтіп. Өйткені батыр дүниеден озайын деп жатыр. Егер бұл батыр ла илаха иллалланы айтпау керек. Саясаттарын көрдіңіз ғой қандай. Сонда екеуі келіп, ей Абу Толиб, әкең Абдул-Мутталибтің дінінен бас тартқалы тұрған жоқсың ғой дейді. Ол кезде батырлықтың бір қасиеті жаңағы соқыр нанымда аяғына дейін тұрып беру. Алла тағаланы танымағандықтан, Алланың алдындағы беделді танымағандықтан, бедел халық не дейді екен нәрсе бедел болып кетеді деген адамға. Халық не айтады екен деген нәрседе. Ел не дейді? Ең қауіпті нәрсе екен бұл өмірдегі. Алла не дейді деген нәрсе жүрекке келмей, ел не дейді деген нәрсе басқара деген адамдарды. Сонда оларға айтады, бұл Абу Толиб деп, Абу Толиб өзі туралы айтып жатыр. Абу Толиб Абдул-Мутталибтің дінінде және бұл сөзді айтпайды дейді. Яғни ла илаха иллалланы. Пайғамбарымыз жылап отыр. Көкетайым, ла илаха иллалланы айтыңыз. Қараңыз қандай жағдай. Оқиғаның өзін елестетсеңіз, пайғамбарды күллі нәрседен артық сүйетін адам дүниеден озып бара жатыр. Бірақ ла илаха иллалланы айтпай жатыр. Пайғамбарымыз жылап жатыр. Өйткені пайғамбарымыз қияметтің назарымен айтады адамға. Қазіргі өмірдегі нәрселер емес, стандартпен емес. Қиямет, пайғамбарымыз салсам, үмбеті көрмейтін нәрсені көрген, үмбеті естімейтін нәрсені естіген, үмбеті білмейтін нәрселерді біледі Алла Тағала тарапынан. Алла Тағала оған тозақтан да көрсеткен, оған жәннаттан да көрсеткен, оған қияметті де көрсеткен, күллі нәрселерді көрсеткен. Сонда көкетайым, осы сөзді айтыңызшы. Сонда пайғамбарымыз айтады ақырын. Мына қауымым мен өліп кеткеннен кейін анау өлімге шыдай алмай, төзе алмай, Мұхаммедтің айт дегенін айтып қойыпты ғой деп, сондай күйде өлгім келмейді дейді. Егер осы сөздерінен қорықпағанымда, менен кейін қалатын дейді. Онда әрине сен үшін осы сөзді айтып, сенің көзіңді қуантар едім дейді. Қараңыз қандай хал болып отыр. Пайғамбарымыз салсам қайтадан көкетайым деп осылай аналар кеп қайтадан, ей діннен қайтайын деп тұрсың ба сен сонда деп.
Осындай екі таңдау болады екен. Бұл Алла тағаланың жасайтын сынағы, құрметті жамағат. Әрбір мұсылманға да осылай келеді. Мынау да айтылады. Не таңдайсың? Қайсын таңдайсың? Алла не дейді деген нәрсені таңдайсың ба, әлде ел не дейді деген нәрсені таңдайсың ба деген нәрсе. Сол таңдау деген нәрсе адам таңдап үлгеру керек. Тіпті сол сәттің өзінде адам таңдап үлгерсе, мысалы 80-нен астам жасы қазір, 80-нен асқан жаста біреу мысалы 80 жасқа дейін неше түрлі күнәларды істеп, бүйтіп, сосын қойдым Раббым деп тәубасына келіп жатса, 80 жылдың күллісін өшіреді. Күнәдан түк қалдырмай. Хақты таңдадың. Ла илаха иллалла деген сөз, осы сөз үшін жаралған көктер мен жер. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Көктерді де, жерді де, оның екі арасындағы нәрсенің барлығын осы Алла ғана жаратқан. Жалғыз Алла. Және сол жалғыз Аллаға қайтады күллісі. Хақ сөз, ла илаха иллалла. Аналар кеп өздерінікін итермелейді, пайғамбарымыз өзінікін айтып жатыр. Олар өзінікін итермелейді, пайғамбарымыз өзінікін айтып жатыр. Осы күйде дүниеден осып кетеді.